Сәлем көрермен, үй жағдайында пирог дайындаймыз. Бізге 2 жұмыртқаға 100 грамм қантты қосып араластырамыз. Қант ерігенше жұмыртқаға үстінен маргарин қосамыз, ертіп. Пампушкамызды қосамыз, маргаринді араластырамыз. 200 грамм айран, кефир қосамыз. Араластырамыз. Ұнға алдымен 1 шай қасық сода қосып араластырып алып, сосын ұнды дайындап алған сұйық массамызға қосып араластырамыз. Қоюлау болу керек, ұнды көбірек қосамыз. Сосын мақтың жартысын қосамыз. Мақ қосамыз. Қоспасаңыздар да болады, өз қалауларыңыз. Ыдысымызды майлап, не болмаса астына азырақ ұн сепсеңіздер болады. Ұнға да жабыспайды. Оңай алынатын болады. Барлығын осылай құйып, тегіс формаға келтіріп, отқа саламыз. Пешкемізге саламыз. 180 градуста 20-30 минут піседі. Міне дайын болды. Енді шаймен жей берсеңіздер болады.